Оқушылар, күнімізді сәтті бастау үшін, сыныпта жақсы ахуал туғызу үшін міне бір сергіп ойнап алайық, иә? Қазір кездесу ойнаймыз. Айналып жүреміз, иә? Мен өзім стоп тегіп қалған кезде қай оқушы бір-бірімен қарама-қарсы бағытта келіп қалып, сол оқушылар бір-біріне, яғни не айтамыз? Өзіміздің жақсы қасиетімізді айтамыз. Жақсы. Ал кеттік бастаймыз. Айбек және Айболат. Айта қойыңыз біріңізге жақсы қасиеттеріңізді? Мейірімді. Көңіл. Жақсы. Келесі Амина және Ақнұр. Бізде Амина. Ақылды және ақылды. Амина. Ақнұр бізде ақылды және тәртіптіміз. Жақсы. Арайлым және Асыл. Қамқор және әдемі. Қиналғаным түседі. Ақылды. Жақсы. Оқушылар, енді топқа бөлуіміз үшін бүгінгі сабақта 3 оқушы керек, яғни көшбасшы боламын деген 3 оқушы қолымызды көтерейік. Қане, кім болады? Амина, келе ғой. Асыл, сосын Назерке ғой, Амина. Келе ғой, Асыл. Және Назерке. Бүгінгі жаңа сабақтың тақырыбы С витаминіміздағы құрқұлақ, Д витаминіміздағы мишель аурулары және 5-ші зертханалық жұмыс. Оқушылар көрген видеолары бойынша жаңа тақырып туралы толық ақпарат алды. Енді бізде топтық жұмыс. Қазір алдарыңызға пиза тапсырмаларды таратамын. Неліктен картопты пісіру кезінде шикі түйнектерді бірден қайнаған суға салып, судың картоппен бірге жылынуын және қайнатылуын күтпеу керек. Яғни А дәрумені тамақ пісіру кезінде бұзылмайды, бірақ келтірілген сәтте жойылып кетеді. Ал С дәрумені ауаның жанасқан кезде оңай бұзылады. Пісіру алды тазалап және пісіру қажет, яғни тура пісіру қажет. Және де бірінші қағида бізде тез пісіру дәрумендердің тез жақсы сақталады. Сондықтан көкөністер мен жидектерді суық суға емес қайнаған суға салу қажет. Және де екінші қағида тез мұздатқан сәтте дәрумендер сақталады. Үшінші қағида табиғи жағдайда кептіру қажет. Яғни бірақ күн жерде емес көлеңке жерде кептіру қажет. Төртінші қағида майда еритін дәрумендері бар майларды жабық ыдыста сақтау қажет. Яғни біз картопты эмаль ыдыста пісіруіміз қажет, себебі темір ыдыста картоптың немесе кез келген көкөністердің темірмен жанасы оның С дәрумені жойылып кетеді. Сонда біздің жауабымыз қайнаған суда С витаминін бұзатын оттегі жоқ А болады. Бұл уақытта саяхатшылардың ауруы қалай аталады және оның негізгі себебі неде? Жауабы: саяхатшылар ауруы деп аталатыны себебі қарақшылар С дәрумені жұқтағанда және С дәрумені арқылы сүйек пен тіс берік болады, ағзаның жұқпалы ауруларға қарсы тұрады және де антидене синтездейтін ферменттердің құрамына кіреді. С дәруменінің жетіспеуінен адам тез шаршайды, тістері түсіп қалады, қызыл игі қабынады. Егер ағзаны С дәруменімен қамтамасыз етпесе, адам өміріне қауіп төнеді. С дәрумені көкөністер мен жеміс-жидектер құрамында болады. Біздің жауабымыз саяхатшылардың қазіргі уақытта саяхатшылардың ауруы қалай аталады десек, бір құрқұлақ деп аталады. Себебі олар құрамында С дәрумені жоқ тағам жегендіктен. Бізге берілген сұрақ: неліктен сәбізді қайнақпен немесе маймен бірге қолданған дұрыс? Бізде берілген ананас, сәбіз, мейіз, бұлардың құрамында А дәрумені бар. Бізде дәрумендер екі топқа бөлінеді: суда еритін және майда еритін. А дәрумені майда еритін болғандықтан А дәрумені шекте тек майларда еріген түрде сіңеді. Оқушылар, қазір жұптық жұмыс орындаймыз. Сабақты тексеру мақсатында тест қарастырылған болатын. Оқушыларға тестті белгілейтін арнайы жауап парақтары таратылды. Және ол ZipGrid программасы арқылы сканерленіп, жауаптары сол сәтте-ақ дайын болды. Бүгінгі 5-ші зертханалық жұмыс.
шыңдардың құрамындағы с дәрумендерін анықтау. Ол үшін бізге апельсин, манго және алма шырыны 5%-ық геодезисінде бұл шыңдардың ішінде с дәрумені бар ма жоқ па анықтайтын боламыз. Алма шырынында с дәруменінің мөлшері көп екені көрініп тұр. Апельсин шырынында жеткілікті мөлшер бар. Ал манго шырынында с дәруменінің мүлдем аз екені білініп тұр. Бағалау кезеңінде сабақтың басында оқушыларға өзін-өзін бағалау парағын ұсындым. 3 балдық жүйе бойынша барлық сабақ барысында қамтылған тапсырмаларға дескриптор құрастырылған. Сол дескрипторларды ескере отырып, оқушылар 3 балдық жүйе бойынша өз-өзін бағалады. Бұл яғни рефлексия, аяқталмаған сөйлем әдісі. Қане, бір-бірден келіп, мына жерде сөйлемді оқып, бүгінгі сабақтың нәтижесімен бір-бірімізбен бөлісейік. Бүгінгі сабақта қуантқаны А дәрумені жайлы мен толық біле алдым. Сабақта мен дәрумендер туралы білдім. Зертханалық жұмыста шырындардың құрамында с дәрумені болатынын көзімді жеткіздім. Менің түсінгенім, пайдасы жоқ шырындарды қолдануға болмайды.